Сәлеметсіздер ме достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осындай молочный коржики пісіретін боламыз. Бұл өте жұп-жұмсақ нәзік печенье, балаларыңызға да жасап беріңіз. Қарапайым ингредиенттерден тұрады, әрі коржиктарыңыз келесі күніде дәл осы жұмсақ қалпында тұрады. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Барлық керек ингредиенттерді описание бөлімінде қалдыратын боламын. Ең алдымен бір ыдысқа қантымызды саламыз, үстінен ыстық сүтті құйып, қантымыз ерігенше араластырамыз. Сүттің кез келген майлылығын ала беруге болады, және қантты да қалауыңызша қоңыр қантпен алмастырсаңыз болады. Дәл осылай жақсылап араластырамыз, бірер минуттардан кейін қанттарыңыз толығымен ериді. Сол сәтте үстінен бір жұмыртқамызды салып, жұмыртқаны да жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Осының үстінен енді тұз саламыз. Сіздер қалауларыңызша ванилин қоссаңыздар да болады. Және де бөлме температурасында еріп тұрған сары майды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Майымызды жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнның бір бөлігін саламыз, үстінен бір шай қасық қопсытқышты салып, әрі қарай венчиктің көмегімен араластырамыз. Ал енді ұнның қалған бөлігін салып, әрі қарай қолмен илеп жалғастырамыз. Қамырларыңыз өте жұмсақ болып шығады, қолға жабыспайды. Енді осы қамырды салафанға салып, 20 минутқа холодильникке қоямыз. Қамырымыз 20 минут холодильникте тұрды. Енді оны ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жаямыз. Қамырларыңыздың жұқалығы 8-10 мм болуы қажет, сонда коржиктарыңыз көтеріліп, жұмсақ болып піседі. Өте жұқа қылып жібермеңіздер, өте жұқа болып кетсе, қытырлақ болып қалады. Дәл осы ингредиенттерден диаметрі 9 см-лік 12 коржик шығады. Достар, сіздер маған әлі тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Ол мен және менің арнам үшін өте маңызды. Мен осындай домалақ пішіннің ең үлкенін алдым. Сіздер қалауларыңызша кішісін қолдансаңыздар да болады, немесе басқа пішінде де жасасаңыздар болады. Қамырдың қалдықтарын жинап, бір илеймізді дәл осындай жайып, тағы да коржик жасайтын боламыз. Пергамент қағазына тізіп, қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Мінекей коржиктарымыз пісіп шықты, бетіне енді қант ұнтағын себеміз. Сіздерге де дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Өз ойларыңызбен комментарий бөлімінде бөлісуді ұмытпаңыздар.